Қасиетті Ордабасы тауы. 300 басын қосқан киелі мекен. Бүгін осы жерде тарих қайта тірілді. Қыпшақтар шежіресіне арналған ұлы жиын өтті. Ата-баба аманаты хатқа түсіп, шежіре кітап болып жарық көрді. 13 қазан палау басылып, алыс жақыннан ағайын жиналды. Торғайдан, Ақмоладан, Ташкенттен Қыпшақ рулары келіп, бір шаңырақ астында бас қосты. Дала төсінде ақ шаңқан киіз үйлер тігіліп, ұлттық рух асқақтады. Аударыспақ нағыз жігіттің күші. Қой көтеру жігіттердің қайратын көрсетті. Айтыс сөздің құдіретін паш етті, ал күрес нағыз батырларды анықтады. Жиынның көркін қыздырған торғайлық ақын ағамыздың өнері болды. Күміс бауыр киік көрдім, дәруі солма дерсін киік серді. Сезмарал жүреді кен арасы. Домбыра үні, жүрекке жеткен әуен, неткен дауыс. Бір сәтке Әміре Қашаубаевтың қоңыр үні естілгендей болды. Бұл жай ғана шара емес, бұл тарихпен қауышқан күн, бұл тамырын ұмытпаған елдің рухы. Ордабасы бірліктің белгісі, ал бүгінгі жиын сол бірліктің жалғасы.